Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін қансыз және майсыз жасалатын шарлотка пирогын жасаймыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар 6 жұмыртқа, қант, ұн және де алма қажет болады. Алдымен жұмыртқамызды көпіртіп аламыз. Көпірген жұмыртқамыздың үстіне қантымызды 3 бөлікке бөліп саласыздар. Миксердің жылдамдығын ақырындап көбейтесіздер. Біздің жұмыртқамыз ағарып, көпіріп, көлемі 2 есе ұлғаюы қажет. Сол кезде пирогтарыңыз үлпілдек болып пісетін болады. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды 2 бөлікке бөліп саласыздар және лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырасыздар. Массаны басып болмауға тырысыңыздар. Егер массаңыз басылып қалса, пирогыңыз дұрыс піспей қалады. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмауы қажет. Осыған мән беріңіздер. Массамыз дайын болғаннан кейін формамызға орналастырамыз. Менде 22 диаметрлік форма, астын пергамент листпен бекіттім. Формамызға біркелкі етіп орналастырасыздар. Енді алмамызды турап аламыз. Менде 2 кішкентай алма. 3-ші алманы қосқан жоқпын. Ұзынша етіп турап аламыз. Бұл пирог өте оңай пирог, сол себепті жасап көруге кеңес беремін. Толық рецепті төменге қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Алмаларымыздың барлығын кесіп болғаннан кейін пирогымыздың бетіне біркелкі етіп орналастырып шығасыздар. Тек алманың жартысын ғана массаның бетіне орналастырыңыздар, себебі пирог піскен кезде алмаларыңыз пирогтың ортасында қалып кетуі мүмкін. Барлығын орналастырып болғаннан кейін пирогымызды қызып тұрған 180 градус пеште 50 минут пісіріп аламыз. Пісіп суығаннан кейін пирогымызды формадан босатамыз. Осылай шетін пышақтың көмегімен кесіп босатып аласыздар. Мінекей, пирогымыз дайын. Мен бетіне қант ұнтағын сеуіп сәндедім. Сіз өз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте дәмді пирогтардың бірі. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана, келесі кездескенше сау болыңыздар.